Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін түрік халқының чечевичный крем сорпа, яғни жасымық крем сорпасының дайындалу жолын көрсететін боламын. Бұл сорпа өте пайдалы әрі дәрумендерге бай, сонымен қатар өте дәмді болып шығады. Қазіргі күз мезгілінде ішсеңіздер өте пайдалы. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менімен бірге дайындап көріңіздер. Қазанға сұйық май құямыз. Оның үстінен ұсақтап туралған бір пиязды салып, қызартып қуырамыз. Пияздың үстінен 1,5 ас қасық ұнды салып, тағы да араластырып, 1-2 минут қуыратын боламыз. Оның үстінен ұсақтап туралған бір сәбізді салып, тағы да араластырамыз. Сәбізді салғаннан кейін 1-2 минут қызарғанша қуырамыз, тұз саламыз. Сәбіз бен пиязымыз қуырылғаннан кейін жақсылап жуылған жасымықты, яғни чечевицаны салып, араластырып 3-4 минут қуыратын боламыз. Бізде чечевица қуырылды, енді оның үстінен 1,5 литр жылы су құямыз. Су құйғаннан кейін оның қайнағанын күтеміз. Біздің сорпамыз осылай қайнап шықты. Енді ары қарай қазанның қақпағын жауып, 15-20 минут баяу отта қайнататын боламыз. Қайнап жатқан сорпаға осындай томат пастасын саласыздар. Менде осындай қатырылған томатный соустан осыдан біреу салдым. 20 минутта қайнап шыққан сорпамызды осылай блендердің көмегімен крем сорпа болғанға дейін езіп аламыз. Осылай қазанның ішінде немесе басқа ыдысқа да құйып езуге болады. Бізде осындай қою крем сорпа шығады езілген чечевицадан. Енді бұған дәміне қарай тұз саламыз. Және отқа қойып 10 минут баяу отта қайнататын боламыз. Бізде қайнап шыққанда осындай бетінде пенкалар шығады. Оны алып тастаудың қажеті жоқ, ол өзі кетіп қалады. Міне біздің жасымықтан жасалған крем сорпамыз дайын. Өте дәмді әрі тойымды болады. Дәрумендерге өте бай. Әсіресе қазіргі күз мезгілінде ішсеңіздер өте пайдалы. Және де лимон шырынымен қосып ішсеңіздер дәмі одан да керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.